Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, Берекелі Асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шашырап пісетін палаудың жасалу жолын көрсетемін. Егер жасауды білмесеңіздер, мен айтқан тәсілдермен жасасаңыздар, әдемі палау болып шығады. Видео ортасында керемет лайфхакпен бөлісемін, сондықтан да видеоны өткізіп жібермей соңына дейін көріңіздер. Арнама жазылушы болмасаңыз жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен ет, жібітілген ноқат, сәбіз, пияз керек болады. Бұл жерде барлық емес, күріш, май, тұз, дәмдеуіштерді де қосамыз. Енді етті өзіміздің ыңғайымызға қарай арасы піспей қалмау үшін қалың етпей, осылай видеодағыдай көрсетілгендей турап аласыздар. Өздеріңізге қажет етті алып, турап болған соң пиязды турап аламыз. Пияздан кейін етті қазанға салып, қуырып бастаған кезде сәбізімізді турасақ та болады. Видеода көрсетілгендей етіп тураймын пиязды. Егерде өздеріңіз басқаша тәсілмен де турауға болады жалпы. Енді қазанды қойып, газға, содан соң шай ішетін пияламен сұйық майды құямыз. Мен 3 пияла күрішке 1,5 пияла сұйық май құямын. Біздің үйде адам көп болғандықтан 3 кесе күріш асып жатырмын, 3 пияла. Енді май қызғаннан кейін етті салып аламыз. Содан соң барып үстіне пиязды саламыз. Ет қуырылып болғаннан кейін, оның себебін қазір айтып өтемін. Кейбіреулер пиязды алдын ала майға қуырып алады екен, бірақ мен олай жасамаймын. Ет қуырылып жатқан кезде сәбізімізді турап аламыз, әркім өзінің ыңғайына қарай. Видеодағыдай турасаңыздар да болады. Егер білмесеңіздер, білмейтін студенттер бар болатын болса, жаңадан түскен келіншектер бар болатын болса, менің арнамда одан да басқа керемет видеолар бар, және де алдағы уақытта шығады тәттілердің де рецептін шығаратын боламын. Аз ғана фаршпен ерекше тағамдардың жасалу жолын менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Енді сәбізді турап болғаннан кейін, бұл уақытта біздің етіміз де дайын болып қалды, қуырылып, әбден қызартып қуырып алғаннан кейін мен пиязды үстіне саламын. Пиязды үстіне салу себебім еттің фитонцит деген сұйықтық бөлініп шығады, ол еттің тез пісуіне және де етке дәм беру үшін үстіне салып қойып, асықпай пісіріп ала беремін. Бұл кезде оттың асты жоғары болып тұрады. Енді сәбізді салдым. Пияз әбден піскен кезде, кішкене шеттері қарая бастаған кезде алтын түстес деп айтып жатады. Сол пияз сондай қалыпқа келген кезде үстінен сәбізді салып қуырамын, және де дәмдеуіште де палауға арналған салдым. Осы кезде зира бар болатын болса, немесе палауға қосатын мейіздерді салам десеңіздер, осы уақытта салған дұрыс. Бір қуырып алғандарыңыз дұрыс болады сәбіздің үстіне. Содан кейін суды құйдым, 1,5 литр су құйдым. Мен жылы су болғаны жақсы. Мұздай су құйсаңыздар, ет дұрыс піспей қалады, тез піспейді ет. Сондықтан да қайнаған су немесе аристоннан жылы су құясыздар. Сосын 1,5 ас қасықпен тұзымды салдым. Тұзды салмасаңыздар дәмсіз болып қалады. Осы кезде тұз саламыз, және де ноқатын салып қайнағанша бетін жауып қоямыз жоғары температурада. Енді күрішімізді жібітеміз. Мен бірден күрішті жібіте беремін. Менде 3 пияла күріш, 2 пияласын янтар деген күріштен, ал 1 пияласын осындай лазер күрішті қолданып араластырып пісіремін. Жылы суда жібітіп қоямын. Қатты жылы емес, орташа су болу керек. Енді қазаным жоғары отта қайнап болғаннан бетін жауып, астын азайтып 1,5 сағатқа қойдым. Кемінде 1-1,5 сағат тұру керек еттің пісуі үшін. Менде тез пісетін ет болған соң, сол 1,5 сағатта пісті, ноқаты да пісті. Енді күрішін салуға дайындаймын. Тұзының дәмін көресіздер. Кішкене басымдау болған дұрыс. Күрішке негізі тұз
көп кетеді, сондықтан кішкене ащылау болған жақсы. Енді күрішті саламыз. Салып, осылай араластырып, барлығын бетінен асып тұру керек су. Сол егер жетпесе құйыңыздар. Жетсе, осылай мен сияқты құймай-ақ бетін жауып, суы азайғанша күтесіздер. Жоғары отта суы азайды. Енді суы тартылғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз да, орташа отқа қоямыз. Енді біздің палаудың жақсы бұғуы үшін, шашап пісетін палау болу үшін сіздерге лайфхак көрсетіп кетейін. Осы жерде араластырғыштың көмегімен видеодағыдай арасынан тесіп шығамыз. Суы жақсы тартылып бұғып шығады. Осылай жасайсыздар. Сарымсақ салмауға да болады, салсаңыздар да болады. Салып, пергамент қағаздың бетіне қойып, қазанның қақпағының, сосын қақпағын жабамыз. Осы кезде 40 минуттай бұғып тұру керек. Күріш жұмсақ болып, жақсы болып шығады. Енді көріп тұрсыздар, суы осылай бетіне жиналып, біздің плов күшті болып шығады, шашаңқы плов болып шығады. Енді сарымсағын алып, араластырғыштың көмегімен астынан үстіне қарай майлары бар болатын болса, астынан ноқаттары бар болатын болса, барлығын бір араластырып аламыз да, газдың астын өшіреміз. Осымен біздің палау дайын болады. Ыдысқа тартып, салып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Осы лайфхакты пайдаланып, палау пісіріп көріңіздер, қыз-келіншектер. Өте дәмді болып шығады, жеңіл қорытылады. Егер білмесеңіздер, бұл жасау тәсілін жасап көріңіздер. Қалай болатынын комментарийға сосын жазып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, достарыңызға, құрбыларыңызға жіберсеңіздер, әпкелеріңізге, сіңлеріңізге жіберсеңіздер болады. Енді етті салып бетіне ұсынсаңыздар болады, немесе турап та ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Білмейтін қыз-келіншектерге пайдалы болған болса, лайк басып, қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар.